Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі тіл үйіретін, жей бергің келетін, құрамы 4-ақ ингредиенттен тұратын, дайындалуы оңай муравейник тәттісінің рецептісін ұсынғалы отырмын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен кез келген пайыздық сары майды ертіп аламыз. Жылы күйдегі осы майға кез келген майлылықтағы қаймақты қосып араластырамыз. Ендігі кезекте осы массамызға қопсытқыш салып, електен өткізілген ұнымызды біртіндеп сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ингредиенттердің мөлшерін видео астында описанияда жазып қалдырамын. Қамырымыз дайын болды. Мүлде қолға жабыспайды. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Қамырды илегенде белгіленген ұнның барлық мөлшерін қолданасыздар. Жұмсақ болып шығады. Енді қамырды 2 бөлікке бөліп, формасын үкіштен өткізуге ыңғайлы қылып жасап, салафанға салып, мұздатқышқа 1 сағатқа біраз қатқанша салып қоямыз. 1 сағаттан соң қамырымызды алып, противенге пергамент қағазын жайып, үстіне сары май жағып, осылай үкіштің үлкен тор көзінен өткізіп аламыз. Ет тартқыштан өткізгеннен гөрі үкіштен өткізген ыңғайлы әрі тез. Пергамент қағазына салу міндетті емес. Противенге қамырдың 2 бөлігін бірден салдым. Тым жұқа қабат қылып салудың қажеті жоқ. Орташа қалыңдықта салсаңыздар болады. Бастысы қамырды барлық жеріне біркелкі етіп салу керек. Себебі шеттеріне жұқа қылып салып қойсаңыздар, пісіргенде күйіп кетеді. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке сарғайғанша шамамен 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Сондай әдемі болып пісіп шықты. 10 минуттай суытып алып, үлкенірек ыдысқа осылай қолмен сақтаймыз. Қамыр өте керемет, рассыпчатый болып шығады. Сондықтан бір-бірінен оңай ажырайды. Бұл піскен қамырды осылай сақтап, салафанға салып, 10 шақты күн сақтап қойсаңыздар да болады. Сол балғын қалпын сақтап тұрады. Керек кезде сгущенка қосып қолдана бересіздер. Енді дайын қамырымызға қойылтылған тәтті сүт, яғни сгущенное молоко салып, жақсылап араластырамыз. Қойылтылған сүттің орнына бөлме температурасындағы сары майға варенка қосып араластырып салсаңыздар да болады. Менің отбасыма жай сгущенка қосып жасаған ұнайды. Муравейникке мен сияқты мак, грек жаңғағын қосуға болады, немесе қалауларыңызша тазаланған арахис, мейіз немесе мүлде ештеңе қоспай өзін жей берсеңіздер де дәмі өте керемет болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Ұнайды деген сенімдемін. Егер қаласаңыздар, формасын видеодағыдай етіп жасап, үстіне ұсақ тор көзден өткізілген шоколадпен әсемдесеңіздер де болады. Мен осындай формалы қылып жасадым. Қалауларыңызша қолдарыңызбен домалақтап, үстіне ерітілген шоколад сеуіп жасауларыңызға да болады. Бұл қамырды мұздатқышта бірнеше күн сақтауға болады. Керек кезінде шығарып, біраз ерітіп, үкіштен өткізіп, пісіріп алсаңыздар да болады. Қамыр құрамын өзгертпейді, сол қалпынша дәмді болып шығады. Егер сгущенкамен араластырғаннан кейін бірнеше сағатқа қойып қойсаңыздар, дәмі одан ары дәмді бола түседі. Және де өте жұмсақ, нәзік, ауызда еритін болады. Сіздермен болған мен Айзат. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мені қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып, сіздерде қалай шыққанын комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.